Барлығына сәлем достар, сендермен бірге мен Нұрасыл аниматор. Бүгінгі видеода мен өзімнің анимацияны қалай жасайтын жайлы айтатын боламын. Қандай этаптар бойынша жасалатын және олардың маңыздылығын айтып кететін боламын. Ал ендеше көп созбай видеоны бастайық. Ең алдыңғы этап сценарий. Бұл көрермендер арасында аса мән бере бермейтін бөлігі, бірақтан осы сценарий арқылы видео сапалы болады. Сценарийді жалпы мен импровизация арқылы жасаймын. Яғни басым бастап аламын, кейін ойды ары қарай жалғастырып дамыта беремін. Сапалы сценарий сапалы контентке апарады. Келесі этап бізде фон жасау. Бұл анимациялық роликтердің артында тұратын сурет. Олар кадрда аз уақыт, кейде секундтар ғана тұрғанымен, суретшінің біраз уақытын алады. Фон роликтерге негізі шынайы атмосфера беріп, кейіпкерлердің немесе қандай да бір дененің қайда екенін көрермендерге көрсету үшін салынады. Келесі этап бұл бізде әрине анимация. Бұл біздің контенттің ең басты әрі көп шыдамдылықты талап ететін бөлігі. Мен өзім видеоларды жалпы 12 кадр секундынан жасаймын. Яғни бұл деген 1 секундта 12 кадр бет сурет қимылдап жүріп өтеді деген сөз. Бұл өте қиын процесс. Мысалы, мұндағы кейіпкердің топты тебу үдерісі 3 секундты көлемін құраса, бірақ 41 кадр суреттен құралған. Осындай сияқты анимациялық видеолар уақытты өлтіреді. Ал келесі этап бізде бұл монтаж. Бұл анимациялық видеоны жасаудың соңғы әрекеті болып табылады. Мұнда біз фонға сай анимацияларды қойып, звуковой эффект, музыка, спецэффект және озвучкаларды ұйымдастырамыз. Видеоға сай қолайлы спецэффект табу өте қиын, кейде оны өзіміз жасауға да тура келеді. Және кейіпкерлерге озвучка жасағанда біз олардың эмоция, іс-әрекетіне көңіл бөлуіміз керек. Сен Тазбас емессің бе? соңын сен видео түсірмей кеткелі, мен шашым осылай өсіп кетті. Ал енді анимациялық видеороликтің қалай жасалатындығын біліп, оның қиындығын түсіндіңіздер деп ойлаймын. Ал ендеше қош, сау болыңыздар, келесі кездескенше.